Assalamu alaikum. Жумаңыздар марик болсын туғандарым. Жоғарыда ұстаздың айтқан сөздерін бір оқып қойсаңыздар. Айрықша бойдоқторға, үйленем деген бойдоқтор ушул сөзді көбірек айтсын дейді. Анан қиыншылыққа түшіп келген адамдарда бұл сөзді көбірек айтыш керек. Аз қайсыл сөз десе, ал пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға көптеген салаваттарды айтып дейді. Бүгін жұма күні айрықша көбірек айтышымыз керек туғандар. Жумаңыздар марик болсын, оразаңыздар қабыл болсын. Салаваттың да бір пайдаларынан салаватты кім көп айтса, Аллах Таала анан мұқтаждықтарын шешеді дейді. Жабир риwayat қылған хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деді: кім егер маңа дейді күніге 100 жолы салават айтқан болса, Аллах Тааланың 100 қажетini шешеді, 100 қажетini бүтіреді. Жетіміші ақырет қажеті, 30-ы бұл дүние қажеті дейді. Қараңыздар, біз қаншалық би, қаншалық бай, қаншалық чоң болбойлу, сөзсіз Аллах Тааланың жардамына мұқтажбыз да. Бұл дүние айта тұрған болсақ, сіз үйлене албай жүресіз. Кейбірінің шарты бар, кейбірінің шарты жоқ. Шарты бардың қыз шықпай жүреді, ал эми шарты жоқтың қыз бар, бірақ шарты жоқ. Ошондай адам ең бірінші пайғамбарымызға салауатты көп айтсын дейді. Кім егер салауатты көп айтқан болса, Аллах Таала ол қандай ахуалда болсын, сөзсіз жардам береді деді. Сіз ауырып қалдыңыз, пайғамбарға салауатты көп айтың, әлбетте шипаңызға, ауруыңызға Аллах Таала сөзсіз шипаны береді. Сіздің башыңызға ушундай бір қиыншылық келді, ушундай бір мусибатқа түшіп қалдыңыз, ешкім жардам бере албайды. Ошондой учурда элге чуркабастан, тааныштарга чуркабастан биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салаватты көп айтсаңыз,